Мәдениет ұлттың бет бейнесі, рухани қазынасы, ақыл ойы, парасаты деп дана халқымыз тек айтпаса керек. Мен Қабибуллиев Нұрғанат Ғайсолы. 1996 жылы Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Ақсуат ауылында дүниеге келдім. Сол жерде 9 жылдық мектепті бітіріп, 2011 жылы Орал қаласы Құрманғазы атындағы саз колледжіне оқуға түстім. 2015 жылы оқуды тамамдап, Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Әшсай ауылдық мәдениет үйіне музыкалық жетекші болып жұмысқа орналастым. Сол арада оқуға тапсырдым, яғни сырттай Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университеттің мәдени тынығу жұмысы бойынша 2018 жылы аяқтап, 2019 жылдан бастап Әшсай ауылдық мәдениет үйінің директоры болып жұмыс атқарудамын. Әшсай ауылдық мәдениет үйі 1960 жылы құрылған. 3 қызметкер жұмыс атқарудамыз. Мәдениет үйінде 120 орындық көрермен залы, сахна, киім ілгіш бөлме, әдістемелік, дыбыс жазу студиясы, орталық кітапхана бөлмесі орналасқан.